Жастарды патриоттыққа тәрбиелеудің бір бағыты елтанулық экскурсиялар жасау. Ұлан байтақ қазақ елінің мәдени тарихи жетістіктерімен таныстыру мақсатында республикамыздың заманауи білім беру ошақтарының бірі Назарбаев зияткерлік мектептерінде туған елге тағзым патриоттық жобасы 2012 жылдан бері жүзеге асып келеді. Осы жоба аясында республикамыздың басқа да қалаларындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары өлкетанулық экспедициямен облысымыздың тарихи тану мақсатында арнайы келді. Бұл жобаның тағы қандай ерекшеліктері бар? Осы тақырып аясында төрде қонақпен әңгімені одан әрі әріптесім жалғай түсін. Бізде ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасының төрдегі қонақ айдары және оның жүргізушісі мен Жұлдыз Пірмағамбет. Бағдарлама төріне келіп жайғасқан меймандарымызбен таныс болыңыздар. Назарбаев зияткерлік мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Айгүл Зейнолла, Алматы қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-шы сынып оқушысы Дильназ Камалова, Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11-шы сынып оқушысы Мерей Момынқұл. Студия меймандарына қояр сауалдарыңыз, бөлісер ой пікірлеріңіз болса хабарласыңыздар. Біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфирі нөмірі 279020, қала коды 7242. Жаңа күннің төріне қош келдіңіздер. Қош көрдік, Жұлдыз. Енді осы елімізде дәстүрлі түрде Назарбаев зияткерлік мектептерінің арасында туған елге тағзым атты экспедиция атап өтіліп келеді. Осы биылғы жылы экспедицияның ерекшелігі неде? Жалпы туған елге тағзым экспедициясы бұл жай ғана экспедиция емес. Бұл танымдық, өлкетанулық зерттеу экспедициясы. Бұл экспедицияда балалардың өздігінен зерттеу жұмыстарына бағдарлайды. Осы экспедиция арқылы туған елінің тарихын, яғни туған жерінің құнды мәдени ескерткіштерімен танысады. Танысып қана қоймай, әрі қарай зерттеу өздігінен ізденіс жұмысын жүргізеді. Жалпы біздің туған елге тағзым жобасы бұл 2012 жылдан бастап жүзеге асып келе жатыр. Ал Қызылорда қаласы бойынша Назарбаев зияткерлік мектебінде 2014 жылдан бастап өз ісін жалғастырды. Былтыр келген оқушыларымыз осы Қызылорданың оңтүстік бағыты бойынша жүріп өткен болатын. Бұл бағытта ежелгі қалалардың тарихымен танысты. Сығанақ, Сауран секілді қалалармен. Сонымен қатар киелі орындар, мәселен Шиелдегі Оқшата мазарымен, ескерткіштерімен танысты. Енді ал биылғы біздің жобамыздың бір ерекшелігі Алашорда ізімен деп аталады. Бұлай аталуының өзі орынды, себебі биыл Алашордаға 100 жыл толып отыр, толады да қаласа. Осы 100 жылдық мерейтойында біз білім беру салалары атсалысып, бірге тойлау керек. Сонымен қатар осы сыр елінің тумасы, Алаш қайраткері Мұстафа Шоқайдың туған өлкесіне бару, өмірмен танысу, балалық шағымен, ізімен танысу болып табылады. Міне осыған арнап отырмыз. Тек қана бұл қоғам қайраткерлерімен ғана танысу емес, сонымен қатар тарихи өңірлерге де барамыз. Мәселен, Қармақшыдағы Қорқыт ата, Шиелдегі Сауысқандық, жартастарға бейнеленген петроглифтерді, қола дәуірінен қалған ескерткіштерді өз көздерімен көреді оқушылар. Міне осыны бағдарлап, жоспарлап отырмыз. Осы экспедицияның құрметті қонақтары кімдер? Енді экспедициямыздың құрметті қонақтары Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі Алматы физика-математикалық бағытындағы оқушылар, сонымен қатар химия-биология бағытындағы Шымкент қаласының оқушылары болып табылады. Жалпы екі мектептен жинақталған оқушы 24 оқушы біздің осы Қызылорда өңірінің сыр елі, жыр елі Қызылордамен танысуға келіп отыр. Аймағымызда енді басқа да қандай тарихи жерлермен танысу жоспарда бар? Жоспарда бар. Біздің осы Қызылорда қаласының өзіне, мысалы, бүгін саяхатқа шығады балалар, қала тарихымен танысады, архивке барады, дерекпен жұмыс жасау, құжаттармен жұмыс жасауға, қалай жұмыс істейтін жолдармен танысады. Сонымен қатар Сығанақ қаласы, бұл 10-шы ғасырдан белгілі тарихи деректерден белгілі қала, орны ежелгі орта ғасырлық қала. Осы қаланың тарихымен танысады, археологиялық қазба жұмыстарының орнына барады. Ақорданың
жаңағы орталығы болған қала, қазақ хандығының астанасы болған алғашқы қалаға баруды жоспарлап отырмыз осы жолы. Енді елбасы өзінің мақаласында туған жер бағдарламасын әзірлеуді ұсынуды міндеттеді. Сіздің ойыңызша туған жер бағдарламасы қалай әзірлену керек? Бұл мақалада Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев туған жер деп бағдарламасын ерекше атап көрсетті. Бұл өте орынды. Тек қана бұл білім саласы ғана емес, жеке кәсіпкерлерде, медицина саласы да осы бағдарламаға атсалысу керек. Жалпы орта мектептерде де осы туған жер бағдарламасы аясында өзінің сабақ үдерістерін бірлестіріп, мәңгілік ел идеясының құндылықтарды дарытуға атсалысып жатыр. Ал енді біздің Назарбаев зияткерлік мектебінде осы бағдарлама бойынша жүзеге асып жатқанның бірден бір көрінісі осы туған жер, туған елге тағзым атты жобасы. Сонымен қатар 100 кітап, яғни оқушыға міндеттелген 100 кітап аясындағы оқу жобасы жүзеге асырылып жатыр. Сонымен қатар бізде 100 ән, біздің қазақтың 100 әнін термеп айтуға, ән шырқауға, бұның барлығы патриоттық бағыттағы тәрбиелеу, міне осыған атсалысып біз жұмыс жүргізіп жатыр. Бізде жалпы айтқанда туған жер бағдарламасы бойынша жұмыс басталып кетті. Қызу жүріп жатыр. Рухани жаңғыруымыз үшін балаларға, өскелең ұрпаққа өзіміздің құнды тарихымызды танытуда қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Енді мен өзім мұғаліммін ғой. Мұғалім болғасын, тіпті біздің бір сабағымыздың өзінде осы туған жер бағдарламасы аясында мынау құндылық, жаһандық, азаматтық, отан сүйгіштік бағыттағы тәрбие жұмыстары қатар жүреді. Мысалы, Құран құсымыздың самғаған екі қанаты болатын болса, бірі білім оқу болатын болса, екінші тәрбие. Міне соны ұштап отырған мектептің бірі осы Назарбаев зияткерлік мектептері. Осы Қазақстан бойынша аймақ-аймақта орналасқан мектептер өз сабақ үдерісінде кез келген мұғалім тек қана ол тарих пәні емес, қазақ тілі емес, өзге химия, биология бағытында болса да, мысалы біздің мектеп химия сабағында да, биология сабағында да, география деген сабақтарды да ұштастыра біледі. Яғни патриоттыққа тәрбиелеуге өзінің сабақ үдерісінде жүргізеді. Таңғы жиын жүргізілетін іс-шаралар, біздегі мерекелік іс-шаралар, Наурыз шапағаты деген секілді іс-шараларда қолданыста болады осы жоба. Өздеріңіздің жоспарлы кестелеріңізде осындай спорттық ойындардан жарыстарды өткізіледі деп айтасыздар. Сол туралы не дейсіздер? Спорттық жарыстар өткізіледі. Бұл жарыстар, мысалы, былтыр біз барып қайттық, біздің Назарбаев зияткерлік оқушыларымен Жаңақорған жеріне, міне сол жақтағы тау шатқалдарына бардық. Яғни тауға өрмелеу, орлардан қалай өту. Тек қана ол жерде спорттық жарыстар тек сол бір бағытта емес, адамның салауатты өмір салтын қалыптастыру емес, сонымен қатар сол өңірдің тылсым дүниесімен де танысу. Сол бағыттарда жүргізіп жатырмыз. Енді Мире, Дильназ, Сыр еліне қош келдіңдер, жаңа күнге қош келдіңдер. Енді бұл жоба дәстүрлі түрде жыл сайын өтіліп келеді. Осыған дейін сіздер қай қалада болдыңдар? Жалпы бұл жоба, экспедициялық жобаның ерекшелігі оқушылар бір-бірімен тәжірибе ғана алмасып қоймай, Қазақстанның түкпір-түкпірін белгілі бір жерін зерттеп, өзіне жаңа нәрсе алуға үлкен мүмкіндік деп айтуға болады. Жалпы бұның шарты, бұл жобаның шарты, бір оқушы ол екі жерге бара алмайды. Бірақ менің сыныптастарым өткен жылы Орал, Ақтөбе, әртүрлі қалаларға барған. Оның баруы, бармауы мектеп өз таңдамайды, жеребе тасталу арқылы сол шешіледі. Осы жылы біз осы Алматы және Шымкент қаласы, Қызылорда өңіріне түстік. Ал енді Дильназ, осы экспедицияға келетін оқушылар қалай іріктелдіңдер, қандай талаптар болды? Біздің мектепте осы экспедицияға іріктеудің белгілі бір критериялары бар. Оның ішінде, яғни оқушының белсенділігі, яғни ол сабақ жөнінде болсын, немесе мектеп өмірінде болсын, белсенділік көрсетіп, басқалардан озат болуы ол негізгі критерий болып табылады. Яғни ол оқушыға бірден бір мақтама сияқты да болып табылады. Енді осы ағылшын тілі пәнін байланыстыра отырып тарих пәнін оқисыңдар. Осы тіл біздің тарихымызды зерделеуде қандай ықпал береді?
тіл тарихты зерделеуде үлкен ықпал береді, және де біз жалпы тарихты оқыған кезде негізі Қазақстан тарихын біз тек қана қазақ тілінде оқимыз. Біз орыс сыныбында болсақ та, қазақ сыныбында болсақ та, біз Қазақстан тарихын қазақ тілінде, және сонымен қатар география пәнін де қазақ тілінде оқимыз. Бұл да белгілі бір патриоттықты арттырудың жолы деп санаймын. Жалпы Қазақстан тарихын қазақ тілінде үйрене отырып, және де болашақта оны ағылшын тілінде білу, оның жалпы халықаралық деңгейде жаңғыруына әсер береді, өйткені бәріміз білетіндей ағылшын тілі ол халықаралық тіл, сондықтан да ол осыған үлкен септігін тигізеді. Ал енді осы сыр өңіріне барасыңдар деген шешім шыққаннан бастап сендер осы сыр елінің тарихын зерттедіңдер ме жалпы өздері? Иә, бізге өте қызықты болды деп ойлаймын. Мереге де солай болды деп ойлаймын. Мен Қазақстанның көптеген өңірлерінде болған жоқпын, соның қатарында Қызылордада да болған жоқпын, және де Қызылордаға барамыз деген кезде кішкене түсінбеушілік болды, өйткені осы қала туралы көп нәрсе білмеймін, және де бір білетінім ол бұл жерде өте ыстық деген нәрсе ғана. Бірақ одан бөлек осы жолда келе жатып Қызылорда туралы естігендерім көп, осындай жерлерге барамыз деп жалпы бағдарламаны қараған кезде өте қызықты болып кетті деп айтамын. Сонымен қатар өзімізге белгілі Қызылорда облысы осы кезінде астанасы да болған, және тарихи ошақтардың бірі. Өзімізге белгілі Алаш партиясына үлес қосқан осы Мұстафа Шоқайдың туған өңірі мен музейі осы облыста орналасқан. Сол себепті біз осы Алматы және Шымкент қаласынан келіп отырған оқушылар осындай сынды жерлерді көріп, тамашалап куә боламыз деп сенеміз. Әрине, енді осы орайда бізге қоңырау шалған тұрғынымыз бар екен, тыңдап көрелік. Саламатсыз ба, тікелей эфирдесіз? Саламатсыз ба, тікелей эфирдесіз? Алло, саламатсыз ба? Айта беріңіз. Мен апама саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сұрағыңыз қоя беріңіз. Қалай амансыз? Тікелей эфирдесіз. Байланыс үзіліп кеткен болу керек. Енді осы... Эфирдемін. Апа, мен... Алло. Алло, саламатсыз ба? Сауалыңызды жолдай беріңіз, тікелей эфирдесіз. Осы жол нақты үзілген сияқты. Енді осы Айгүл ханым, экспедиция қатысқан ұстаздар, оқушылар экспедициядан кейін, жобадан кейін аяқталады. Ұстаздарға қандай міндеттер жүктеледі оқушыларға? Арнайы жоба қорғайды ма, мақала жазады ма? Көрген білгендері жөнінде. Жалпы айтып жатырмын ғой, 2014 жылдан бастап біздің Қызылорда қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінде бастау алды деп. Мына қай өңірге бармасын, біздің Қызылорданың оқушылары да мысалы өзге өңірге кетті осы жолда. Қай өңірге бармасын, бұл туған елге тағзым жобасы жай ғана жоба емес. Бұл жобада бала өзі зерделей білу керек, зерттей білу керек, ізденіс, яғни зерттеу сұрақтарын құрастыра білу керек. Міне осы тұста мұғалім бағдар беріледі, қадағалайды. Ал оқушылар әрбір жүрген, мысалы осы бір апта көлеміндегі жүрген өз іздермен, Алашорда ізімен жүрген экспедициясында күнделікті өзінде не алдым, қандай сұрақтарым бар, нені таныдым, мен білмейтін бұрын сонда қызықты мәліметтер алдым ба деген сұрақтар төңірегінде өздеріне күнделік жазып жүреді. Ал жоба аяқталғаннан кейін бұл оқушылар топ болып, немесе жеке жұптық болып, жеке болып, өздері белгілі бір зерттеу проблемалық сұрақтар төңірегінде ізденіс жұмысын жасайды. Яғни азды көпті ғылыми жоба десек те болады. Ғылыми өзінің ізденісі, яғни осы Қызылорда өңіріне қандай проблемалар бар. Мысалы, мен нені танып білдім. Мұстафа Шоқайдың, мысалы, баратын болсақ, Мұстафа Шоқайдың балалық кезеңі ауылда қалай өтті деген секілді. Яғни тұлғаның өмірінен сол кездегі қоғамды, сол кездегі қоғам қайраткерінің іс-әрекетін, яғни толық өздігінен ізденіс жұмысын жүргізеді. Яғни өзі зерттеу сұрақтарын құрастырады, соған дағдыланады. Яғни осы жұмыстары балаларымызға жүктеліп отыр. Бұл әрине бұл оқушыларға оңай болады деген үміттемін. Себебі бұлар көрді, таныды, қолмен ұстады, көзбен елестетті, ойша саяхаттады. Демек, бұл жұмыс сіздерге қиын болмайтын шығар. Сәттілік тілейміз әрине. Осы жоба аясында қандай семинар, тренингтер өткізіледі?
жоба аясында енді біз жоспарлап отырмыз. Қорқыт Ата университетінің мамандары бар, шақырылып отырған арнайы. Міне ол кісілер осы зерттеу жүргізетін археология бөлімінен келеді. Ол кісілер осы біздің сыр өңірінің тарихы жайында мәліметтер береді. Сонымен қатар Алашордаға 100 жыл деп жатырмын. Сол төңірегіндегі өздерінің ізденіс жұмыстарымен конференция өткізеді. Яғни балаларға барынша танымдық дағдыны, танымдық көріністерді бойларына сіңіртеді. Осындай біздің кездесулеріміз бар. Рахмет, бағдарлама төрінен табылып мазмұнды сұхбат құрғандарыңызға. Туған елге қызмет ету парызым, туған елге тағзым ету парызым, туған елге қызмет ету қарызым дейді. Сол себептен де осындай танымдық сапарларыңызға сәттілік тілейміз. Аман сау болыңыздар.